бастайын, халық барда ақында тозбас дәйім. Абыл нұрым қашаған туған жерде абайлап жан-жағыма көз тастайын. Өргеніп ботатырсек ұл емеспін, өзі басып сүрінген өз башпайын. Айтыста мақам көп қой осы күні, жігітем әңгіменің созбас жайын. Бірақ та алдарыңа шыққан кезде сылаңдап шығу үшін бозбас қойым. Ей аламанда ағайын арқыраған адайдың мақамымен сөз бастайын. Дайынбек болғансың да, өскенсің бе білмеймін толғансың ба. Айтыстың тізімінде жоқ едім деп, қуарып орта жолда солғансың ба. Таң алдында шықтым ғой деп айтасың. Басыма бақыт болып орнарсың да, адамның тізімінде болмағанмен, Алланың тізімінде болғансың да. Жас балдар бала кезде бұзық болады, қолы жеткен жерлерді сызып бағады. Аяқ асты шықтым деп айналайын, үмітті отырып едім үзіп қарап. Тоқаш көкем айтатын бір сөз бар еді, артыда бұл сөзіңнің шұжық болады. Алдын ала не қыласың, дайында төбелесті, аяқ асты бастаған қызық болады. Жаратқан Раббысы әлемдердің мұсылман екенімді дәлелдермін. Ағайын көптен бері келгеннен соң, жабыққан жаның болса сәлемдермін. Жет жұрт деп жет жұрт кеткен жердің жетегіне ер алсам пәлендергім. Ей кешегі Мәтжан бидің ауылына өзімде қорқа соқтап әрең келдім. Алағайын ендеше қайдасыңдар, құлақ сал біздер салған салына әуендердің. Ей маңдайы шерғаладай қаттар, маңға жұрт Маңғыстауға сәлем бердім. Ей жаратқан жайдары қып жүз бергесін, бабадан батиқалы із көргесін. Шайырлар шартараптан құйылуда, көгілтіп жеміс төккен күзге өдесін. Бұл жақта 11 жыл болды айтыс болмай, тұралмай түйедей боп тізделгесін. Қуандық қой мінекей ерлер келіп, сол күндердің бұйдасын үзгендешін. Алағайын ендеше қайдасыңдар, ашайық көкіректің біз көмбесін. 11 жыл сармайдай сақтап берген, шапалақты соқпасаң сіздергесін. Ей топ жанып айтыс жасап жатқан кезде, топ жарып шаба алмасақ біздергесін. Жөн болмас сені нұрға орамаған, бір тоқтаса тоқтамас боранаған. Жаңөзеннің айттым ғой бар қайғынды, әрине тағдыр жазса обал оған. Көпшіліктің атынан көңіл айтам, біледі ғой жолменен жобанаған. Бірақ та дүркіреген айтыс болды, бұндайда болмаушы еді көп аламан. Қаралы жұрт қамығып қалмасын деп, арт жағын тойғып жатыр ер алаған. Басыңа бүгін сенің бақыт қондау, қонғанда да ұшып кетпей жат қондау. Өздеріңнің балаңның қолдаңдар деп, Арғынбек екі көзін сатып болды ау.
шабамын деп біраз айттың, бір айналып қайтатын уақыт болды ау. Ілімдей тізіміме қалдым депсің, қаната хабарыңды алдым депсің. Қасыңа Мұхтардайын ағаң келді, кеп тұрған жоқ Жандарбек балғын депсің. Қарағым есіміңде қызық екен, ол қалай жанарыңды сәл мұңдепсің. Қаптаған қалыңадай ортасында қарағым қайдан жүрген арғын бексің. На микрофон на него.
болмаса жеребені рухани жаңғыруың осы емес пе жүрсіндей қаранарым көшті бастап төрге келсе қазақтың ол шіркін төленер әрайдым 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 ай тыңдасаң айтайыншы кәделі ғой ақынға керек тіл мен жақ еді ғой маңғыстаудың тізгінін ұстап жатқан ералыдай әкімім нар еді ғой келе сап көп шаруаны шешіп жатыр жақсылықты жырлаған әдемі ғой әбіштің орталығын ашам деді ол бұрын тоқтап қап еді ғой 362 әулиелі Маңғыстауым құптарыған қазыналы маң еді ғой бірлік отын әр жыл сайын алаулатқан отпантау Маңғыстаудың мәнері ғой сол отпанға үш бидің ескерткішін орнатсақ жақсылықтың мәнері ғой Ералы ағамыздың бабасына жасаған құрметі мен сәлемі ғой астарына үңіліп қарар болсақ оның да бір мағынасы бар еді ғой үш биді отпан тауға үш қойып жатса 300-дің бір легінің ол шіркін дәлелі ғой әрайдым 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 сары майдан суырған құл секілді жыланы бар үндеген түйін болды сенің де көп қақпайтын миың болды шығармаса шығармайтындай бар екен ғой көпке дейін өзіңе тыйым болды өзіңде өшейін деп отырғанда микрофонның өшкені қиын болды арғынбек деген сен бір баласың ба сарайсың ба бұл айтыстың таласында өз жағыңа отырсың сен өзің көміліп озасың ба білмеймін қаласың ба дайындығым жоқ екен деп заулатасың дайындаған өлеңнің парасында қасыңа екі ақын болып келіп тұрмыз байланысқа шығып тұр арасында ауылымнан тоңақ екен бұл бетімен жүре берсе оңақ екен жастарды өсіреміз мақсат қойып талабы елбасының жоғары екен бірақ та арғынбегін тартпай отыр қасындағы ағасы боран екен жеребеден шықтым деп мың айттым ғой бір айналып сол сөзге соғам екен шайнап тастайтын бала екенсің бұл менің жөнім екен жобам екен жеребеден шығыпты жеребенің құлынның еті тәтті болам екен ойларың бірге соқпай қаңғыруда
басыңды дал қылуда, ағысқа қарсы жүзер жігіт едім, ағыспен жүзер өзім сал қылуда. Жеребе деген өзі жақсы нәрсе, ешқандай себеп жоқ қой ар қылуға. Рухани жаңғыру деп елбасымыз қыранның да суретін салдыруда. Жан-жақтармен келем деп келісімге, жаңғырам деп рухани дал қылу басын дал қылуда. Ал ақындар бас тартып келісімнен өздерінше рухани жаңғыруда. Ау шабам деп ойлағанмен шақырымға, сорлыны жығып кетер атығымға. Дәл осындай артында халық барда, көп нәрсеге барады-ау батылында. Басқа жерде кеуде керіп мақтанатын, мақтаныштың түспес мұнда сәті мұнда. Ақын десең адайдай ақын бар ма? Жарайды ғой талайды қатыруға. Батыр десең сіздердей батыр бар ма? Талай дұшпан тулаған тақымында. Батырлықты кіші жүз меңгереді ананың жатқан кезде жатырында. Жомарт десең бұл елдей жомарт бар ма? Қонағын қиналмайтын шақыруға. Мәртпін десең бұл елдей мәрт бар ма екен? Жақсылықпен таңдарын атыруда. Күйші десең құлшардай күйші бар ма? Жаңғырып тұрған жоқ па атымында? Кім болып келсең дағы бұл ақтауға, ешкім болмай қаласың ақырында. Ау айта алмайсың бауырым сөзім көктей, мұрыныңның астына көзің жетпей. Табытың келмей тұрса қинай берме, жазықсыз домбыраны безілдетпей. Сөзіңде болса деймін мағына бір, алып кетсең ағаңды сағына біл. Бірдеңді үзбейік неде болса, ыңғай беріп көрейін тағы да бір. Бұл сенің көсілетін жерің еді, маңдайдан сорғалайтын терің еді. Осындайда халыққа ұнамасаң ағайын жұрт сыртыңнан не біледі? Арғымақты арғаға жегіп қойсаң терпенің екі басың кеміреді. Өзің үшін ақындығың кімге керек? Төгілетін мұндайда жөнің еді. Ендеше ағайын жұрт күтіп отыр, шама келсе Арғынбек төгіледі. Өзім үшін жайылдым дегенменен Қошқарда қонақ үшін семіреді. Жырлайтын түрің бар ғой таңнан таңға, сөз айтын өтетұғын жаннан жанға. Қошқарға теңедің бе Арғынбекті? Сөз тапқан мұқтардай қарлан бар ма? Еркек тоқты құрбандық болып кеткен қайраттай Қошқар болсам оу шіркін. Арман бар ма? Әрайдым, 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 ақындар орын алса анық төрден, дұрыс сөз айтайықшы дәріп берген. Менің ырза болғаным ағайынға, қиқулап ақынына шабыт берген. Біздің мынау Маңғыстауда бұған дейін айтыс деген ұл өнерін қалып келген. Бұл өнер ұлы мұра емес пе-ау, болашақ ұрпақ үшін бағыт берген. Біз қашаған Қалнияздың ұрпақ едік, толқыны теңізден ағып
берген. Алдымыздан бөгет шығып тұрып қалдық, сол бөгетті сендерсіңдер жарық берген. Сендерсіңдер мерекеде айтыс қылып, көлелерге қайтадан жарық берген. Қаласына той жасап, және дағы даласына ұл өнерді оу шіркін алып келген. Мәрайдым, 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 Мұхтар ағам төлелерді дәріптеп мың сөз айтып ел көңілін жарық еттің. Дәл қасымда менімен айтыс құрып, ағасы ініңді де шабыт еттің. Өзіңді көзбен көріп тұрғасын ба, келіп тұр көк мойнақтай шауып кеткен. Төріме қонақ болып кеп қалсаңыз, тегіммен тарихымды танып кеткен. Әулиелер мекеніне келдіңіз ғой, пірдекеттің басына барып кеткен. Ерлерім Иса Досан батырлардың ерлігінен рухтанып қанып кеткен. Жеті қайқы қайқылық қылған жерде аға сізде бір әнді салып кеткен. Тоқ етері сөзімнің тілегім сол, елімнен шабыттанып жанып кеткен. Айдай әлем батырлығын мойындаған абайлардың алғысын оу шіркін алып кеткен. Мәрайдым, 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 мәрайдым. Ақындықтар бойына мирас қылар, қасындағы қимайтын сыйлас бұлар. Арғынбекжан інім боп жүре берсе, ақындыққа көңілі қиғаш қылар. Осымен тоқтағаның абырой-ау, әйтпегенде айылын жимас бұлар. Қасына Мұхтар келсе көрінеді, болмаса да айылын жимас бұлар. Жетік молда жанына жеткен кезде, кетік молда кітабын жинастырар. Ау солғылдап көпіріңнің басқан жағы, айға болды создың-ау аспандағы. Осылайша ағайын сыналады, айтыстың жас бөрілер жас балдары. Алла жазса қыранға айналады бүгінгі ақтауының қасқалдағы. Шықпай жатып сойылам деп отыр ғой, арылмайтын жігіт-ау бастанғаны. Арт жағыма қараймын, алыстардан Арғынбектің көрінеді ақшаңдағы. Осы жерден тоқтайық олай болса, ренжімесін бәйгеге қосқан жағы. Болмайтын нәрсе өзі болмайды екен, борбайыңды қамшылап шапсаңдағы. Алла деп алға қойған мұраты көп, ағайын Мұхтар деген бір ақын ек. Маңғыстаулық халыққа ризамын, сыртымнан жүретін дұға тілеп. Адайымның алғысын алшы дейсің, Мұхтардың мұнда қойған мұраты көп. Алғысын әлде қашан алдым елдің, сыртымнан жүрек тілеп, сірә тілеп. Тоқтап қалған айтысқа қан жүргізген, атқа мінген ағаларға рахмет ай. Жақсы бол. Мен сыртымды басықтарын тұр. Деген қарындас бір облыстың мәдениетін басқарып отырғандар созып кетті мен мазамды өлтір. Беле-белеген соқыр ғой енді. Қазақстанның бірінші ағына Мұхтар Ниязов алтын домбыраның 2 мәртеге кіріп, мынау жас бала. Осындай айтыс болды. Қайтесіздер? Таза алғасы. Қана қарайсыздар? Арғынбек қалбай. 2-8-3-9 Мұхтар Ниязовтың өнеріне Қазақстанның жөн ақыны 2-9-3-10
Birisi akımlarında jiri bir yolunu atlayın. Bu yerde 8 akım, bu yerde 8 akım atlayınlar bugün. Daldan kirlegen adamda kudurtlarımızı kudurtu koysalar. Akımlar ettirip kımın jiri bir şahar edin. Para verirse. Gelmeyin. Bu Mangistau'nun akımı fakat bu Ölüyor tiyatrının ayçıkı rakına şulayıp sözümden alınmadı. Fakat müsait şulayıp sözümden. Öyle. Bolup aldal karşılasın. Aynısta yenir dürbün sorgusunu. Doğurdu bir önümde girebini. Yaptılık zamanlıktın belgisini. Aydıdır tersi sırıp. Sekiz atsa aytamın rahmet olgusunu. Alındı tersiz olsa bulaydısın. Bu balı ağayından soldu seni. Allah'ın otu olup kalağanı. Başkaldı ağaydısın alamanı. Kaşağan har ölümde kadettinar. Avılmin attan sözün abadanı. Yarışıgıl nurum çaldın naşikatı. Çırağın şarigatın zagadel'i. Canları aralbaydım tından alcan gözüne. Ruhani nereladı. Yenişin beş yürügüm beş karbuday bagasın. Al talaştan aladeli. Yavuzun altı kırdan arası kırgan. Günürdüm yedi kayka karanarı. Assalamu alaikum selam verdim edeptin. Kangasingen babadağı. Karağam selim verdi kuday gidin. Amanda sekiz arız balalar. Hey! Hazırladım şubayım. Aldalva gelgen konaklarsın. Saran bağlı kurdedim. Buna doğrulay geldim. Hoş geldin aydın dedim. Hayradı kara denizde. Kara kuşum ömüzde. Vaktılar ben talay ay beklesin. Geçerdi bırak koyayım beni desen bilesin. Yerli olsam men yerlesin ey kullar Rabbin ay geldesin. Kıygulap kaldım ay oturdan ey namuslu kuldan vermesin. Haydi! Sultan aydın basaldı. Ayır almaz yendeşim. Ey tövbe taşlı tutayın ey adalım yetti ölmesin. Şandırıp çappan gezde bular kuyum. Adımın karşılasın inandıyım. Geleceğin ozu benim yüzümümde. Çekermez elim.
мақтануды қатырасың. Батырмен жерлес болсаң, нағылайын көкектей озатыңды шақырасың. Ауырым шектен шығып мақтанбашы, қазір сен жебедей боп атыласың. Көпіріп көбік қылып жібердің ғой, Ақсуаттың ақтауының әдемі сақынасын. Ай дүние дөңгелейді ұршықтардай, қинасып ай сайын ұрсып қалмай. Батыстың 8-1-дей ақынының қырсығымен жолықтың қырсық қандай. Еліспенен айтысқым келіп еді, ол арманым тәмәм боп тұншыққандай. Жанарменен айтысқым келіп еді, сахнаға көктем кеп гүл шыққандай. Ортаға суырылып мынау келді, отырған орнынан су шыққандай. Сен шыға келген кезде селкеттім ғой құмыраның ішінен шын шыққандай. Ай жағасында Каспийдей шарайнаның, Алла деп асқақтасын алай барым. Армысың арда туған адай жұрты, қамалдың талқандаған талайларын. Маңдала Маңғыстауды тартып алып, Түркіменді түрелеп әр айдадың. Қазаққа қарсы келген қаскөйлердің сан рет тартқызып ең сазайларын. Қойныңдағы байлықты қопарып ап, Астананың салы бек сарайларын. Баяғыдан батыр боп туған едің, мекендеп Маңғыстаудың маңайларын. Өздеріңді осынша жырлағанда қол соқпай отырсыңдар қалай бәрі. Жүзі кіші болса да жүрек үлкен, ассалаумағалейкум адайларым. Ау аузымнан ағызайын ала қықты, киелі Маңғыстаудай дала құтты. 362 әулие қатар шыққан бұл өлке басқалардан дара тіпті. Тасқа мешіт салдырған Бекет ата басына барғандардың бағасыпты. Абыл ақтан қашаған жырлағанда 3 күн басып және 3 таң атыпты. Бұл жақтың басқа түгіл мұрыны да алталашты аузына қаратыпты. Ту астында тулаған мынау елде туады батыр болып бала түкті. Сіздерге байлық берген жаратқаным бәріңді батыр қылып жаратыпты. Астындағы мұнайды қорғасын деп, үстіне адайларды қаратыпты. Ал әуелде үн шығарып домбырадан, жасайын енді алға оңды қадам. Қарсыласқа қайырымсыз ақын едім, тілмен түйреп жырменен бомбылаған. Жарты сағат ширатып алайыншы, бос бермеу ақын болсаң болғыраған. Сендерден сескенейін деп тұрғам жоқ, 8 түгіл келсе де 11 адам. Батыстан күн шықса да айқасамын, батыстан күн шықпаса болды маған Тыңдасам үнім сенің бір етеді, біресе телефондай шыр етеді. Аға жұбайы айтпасам да айтпаса да белгілі ғой, Фархаттың өр адайға ұл екені. Жекеге теңеп оттың сол адайды, үй өткен жермен келіп жібітеді. Ағаңыз сол жақтағы тете болса белгілі, інесінің кім екені.
артыңда саның қалдау бұрқыраған менене сен айтқандай қырсық адам бірдеңе ойластырып қойғансың-ау мұндағы құпияны білсін құпияны барлық мұнда білсін адам мен айтқан кезде шығып кетіп еді сен айтқан кезде келді-ау жүрсін ағам еркекке елін сүю парыз болған сөзінде ерменбеттің маңыз болған қазаққа қазыналы жерді қосқан барырға ер шоданға қарыз болған баласы сеңгірбектің мұрын жырау қаңтарда жыр бастаса тамыз болған сырыммен байсал бидің дауын шешкен атамыз ата қозы аңыз болған шоңайдың билерінің айтқан сөзі қонайдың ерлігіндей аңыз болған сөйлесең аламанды жандырасың құрышын қос құлақтың қандырасың елбасы жаңғырыңдар деп жатыр ғой түгендеп бабамыздың бар мұрасын біздерде оспан таудай кешен бар еді қамтыған елдің бергі арғы басын сол жаққа апарайын айтыстан соң қонақ боп салтанатпен сән құрасың дұға оқып адай шалдың әруағына тәубе етіп тағзым отын жандырасың көргенде көк тұлған көкбөріні тұранның жұртынан сыр алдырасың құдайге келін берді шежіресін тыңдасаң талай таңды таң құрасың үш биді көзбен көрсең батасына бақыттан айналады мәңгі басың масайрап қазақ болып туғаныңа қысқасы рухани жаңғыра ай бауырым жастанда жүр өріп едім басыңда жоқ екен ғой бөріктерім екенеп саған қашан айтып едім сен өзі жастанды шумағыңа сеніп едің жоға десең айтыста келер бұрын түсіңде қошқар биге көріп едім ақтаудың айтысына жоға десең ешкі бағып ауылдан келіп едің ай мінімді тері болсың шот секілді сен неге терге болсың топ секілді жанбай қалған шоқтай боп тоқсығанша алаулап жанбаймысың от секілді сен айтқанда жүгенгеп қалды ғой деп айдалаға кетесің топ секілді менің мінім мемлекеттік мәселе емес берекелі сөз айтшы бек секілді одан да мынау елдің жайын айтшы айтатын проблема көп секілді дәл қазір бірақ саған сақинада менен асқан проблема жоқ секілді ай ал дүние ойлағанға бір бейнет білмегенге бір бейнетең білгендер жаман өмір сүрмейді екен сіздерге бір қызықты баяндайын күлемеген бұған ел күлмей ме екен ақыс жақта 3 айда ұшақ жеген мишел деген бір адам жүр дейді екен ол адамның аузына әйнек түгіл апырай
Şeytuğun bizdeki şeytuğuylar bu rekordsun nazara ilmeydi eken. Bir ayda mekter degen men turganda 3 ayda uçak degen Kim deydi eken. asfalttan salınasın yolun özün bizdeki Çeviştirdi kim deydi eken. yemşağından görseler rekordkan Dostlar birinci görmeymeken. Yenistin kitabına yazatınlar Yenistin gayri gelen bilmeydegen ayı Almanın basıp Mangıstau dalasında parkatsan kerip kevde kağasın var Alыстағы айтысқа bir бармайсың бұл бетіңнен абырой Boy tabasın ba. Ал енді ауылыңа келе қалсақ жеңемін деп жағадан Alasın ba. Ер жігіт үйде туып түз өлмей ма бірақ оның бұл ұлы жоқ санасында Бабаларын жауларын іздеп барған ауылдың жата бермей арасында Бірақ сен бөрі емес күшік құсап олжаңды үйшігіңнен табасың ба Шалғайдағы шабыста ат оздырған адайдың жігіттері бар осында Алыстағы айтысқа бір бармайтын мынау адай дегенге нанасың ба Жоқ әлде сен адайдан қашқан кезде түркіменнен қап кеткен баласың ба Бастағандай 41-дің ой бұрмай қарсыласты 40-тің қыздың Оғылыз көлемінен аспадың деп сен неге дарыныма күдік қылдың Оғылыз көлемінен аспасам да мен талай мықтыларды құрып келдім Жұрт бозат, атақ, ақша, мансап қумай күнделік ел қатарлы жүріп тұрдым. Осында айтыс болады дегенді естіп, додаға қос білекті түріп кірдім. Қаңқыңны естиімға қажеті жоқ, халқымның намысын жігіп көрдім. Ырзамын осы отырған бір күніме бір күнім табиғындай мың күніме жекеге ұқсастың ең бірінші айлаға салып тұрдың түрлі міне